Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге қантты пайдаланудың 6 тәсілімен бөлісетін боламын. Ендеше видеоны соңына дейін қараңыздар. Қант секілді тәтті тағамды пайдаланбауға болады. Алайда бұл оны түбегейлі қанттан бас тарту деген сөз емес. Оны тек шайға немесе тамаққа ғана қосып қоймай, үй шаруасында да пайдалануға болады. Осыған орай мен сіздерге қантты қолданудың 6 тәсілін ұсынамын. Бірінші, ас үйде кофе, қант, тұз сақтауға арналған ыдыстарды арнайы ыдыс жуатын құралмен жууға болмайды. Себебі оның иісі шығып, ішіндегі өнімді бүлдіреді. Сондықтан оны әдеттегі қант ұнтағымен жуған жөн. Екінші, плитада. Егер плитаның үстінде бір нәрсені күйдіріп, оның иісі үйдің ішіне таралып кетсе, темір ыдысқа қант салып, оны ысытыңыз. Жағымсыз иіс бірден жоғалады. Үшінші бетте қанттың көмегімен пилинг жасауымызға болады. Қантты дымқыл қолымызбен ұстап, бетіңізге үйкеңіз. Артынша жуып тастаңыз. Төртінші, денеде. Қантты косметология саласында эпиляция жасау үшін де қолдануға болады. Денедегі түкті қантпен кетірудің бұл әдісі шугаринг деп аталады. Оны қант пастасы мен судың көмегімен жасайды. Бұл қоспаны түкті жерге жағып, бетін матамен жабу керек. Кепкен соң матаны алған кезде түктер де бірге жұлынады. Бесінші, тілде. Тіліңізді байқамай күйдіріп алсаңыз, көмекке тағы да қант келеді. Әдетте біздер тамақтың дәмін көреміз деп күйдіріп алатын сәттер жиі кездеседі. Осы жағдайда бар болғаны бір қасық қантты ауызға салсақ, ауырсыну сезімі басылады. Алтыншы, саяжайда. Масалармен күресудің бір тәсілі тікелей қантпен байланысты. Оның көмегімен жабысқақ ленталар жасалады. Әсіресе кешкі мезгілде есіктің тұсына іліп қоюға болады. Назарларыңызға рахмет. Пайдаларыңызға жарасын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.